Сәлем достар. Адыраспан адамды есінен айыру мүмкін бе? Адыраспан туралы не білеміз? Бүгінгі тақырыбым адыраспан жайлы. Мені жоғалта алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Адыраспан түйе табандар тұқымдасына жататын тарамдалған бұтағы мол, мың жылдық шөптесінді өсімдік. Оның жапырақтары кезектесе орналасады. Бозғылт сары гүлдері жеке-жеке өседі. Жемісі қоңыр түсті, диаметрі 1 см-дей шар тәріздес қауашақ. Биіктігі 30-60 см-дей мамыр-шілде айларында гүлдейді. Қазақстанда еліміздің батыс өңірінде, Кавказ бен Орта Азияда кездеседі. Негізінен сортаң далаларда, елді мекендерге таяу алқаптарда, сонымен қатар құрғақ тасты беткейлерде өседі. Адыраспан қандай ауруларға ем? Адыраспанның бұтағы, жапырағы мен гүлі емдік мақсатта пайдаланылады. Атақты ғалым дәрігер Абу Али ибн Сина оны 8 көз қабынған кезде шаншуды басатын дәрі ретінде қолданыпты. Халық емшілері адыраспанды ревматизм, қышыма және басқа да тері ауруларын емдеуге пайдаланады. Оның шөбінен қайнатып жасалған тұнба суық тигенде безгек ауруларына, нерв жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем болып саналады. Адамдар оның шөбін жағып, түтінмен бас ауруын емдейді. Әрі жұқпалы сырқаты бар адам жатқан бөлмені залалсыздандырады. Адамдар ежелден адыраспанның ұрығын зығыр тұқымымен қосып демекпені емдеген. Сондай-ақ қара немесе қызыл бұрышқа араластырып теңге қотырға, яғни псориазға жағады және несеп жүргізетін, тері шығаратын дәрі ретінде қолданады. Адыраспанды мың жапырақ гүлдерімен, киік отымен, шөпшай гүлімен қосып қайнатады да, онымен асқазан сөлінің азаюын, яғни гастритті емдейді. Адыраспан шөбінің қайнатындысы мен тұнбасы ауруды басып, адамды тыныштандырады. Сырқатты асқындырмауға, тер шығаруға көмектеседі. Тұнбасы суық тигенде пайдаланылады. Ал қайнатындысы ауыз қуысы мен тамаққа суық тигенде ауыз шаюға, басқа да шөптермен қосып аяқты жууға қолданылады. Адыраспанды тас шөппен, қараңдыз тамырымен қосып қайнатады да радикулитті, 8 көз невралгиясын емдеуге қолданады. Бұл ауруларды емдеген кезде жоғарыда қайнатындыны ішумен бірге шөбімен белді булау да жақсы нәтиже беретіні байқалады. Ғалымдар не дейді? Адыраспанды зерттеу барысында оның құрамында гармалин бар екені анықталған. Ол антидепрессан. Дәрігерлер адыраспан жүрек қағысын тұрақтандырып, оның құрамдағы гармалиннің гидрохлориді туберкулез қоздырғыштарына қарсы тиімді күреседі дейді. Сондай-ақ ол сал ауруы мен Паркинсонды емдеуде қолданылады. Бұл шөптің құрамындағы пеганин демікпені емдеуде оң әсерін береді. Адыраспандағы дезоксипеганин гидрохлоридті іш жүргізетін дәрі ретінде қолданылады. Бұдан бөлек невралгия, миопия және басқа да жүйке ауруларын емдеуге қолданылады. Шөптің құрамындағы пеганидин микробтарға қарсы күресуге мүмкіндік береді. Адыраспан үйді жын шайтаннан тазартама. Бұл шөпті қазақ киелі өсімдік деп санайды. Сондықтан халық арасында оны бәле жаладан сақтайды деп үйдің ішіндегі көрнекілеу жерге, кереге басына іліп қояды. Ал жаңа үйге кірерде босағаға жын шайтан мүлдем жоламасын деп адыраспанмен аластаған. Сонымен қатар жын шайтандардан тазарту үшін адыраспанның бір бұтағын отқа салып тұтатып үйді аластайтын болған. Сонымен қатар адыраспан психоделиктер қатарына жатады. Оны көп мөлшерде қолдану адамды транс, яғни естен айыру жағдайына түсіру мүмкін. У ретінде қолданған. Бұрынғы заманда моңғолдар адыраспанды у ретінде пайдаланған көрінеді. Олар оны жауының ұлтарағына жаққан. Бірнеше күннен соң адам өлген. Ұлт азаттық қозғалыстың көшбасшысы, қолбасшысы Батыр шешен Сырым Датұлын адыраспанмен улады деген дерек бар. Батырдың үзеңгісіне осы уды жаққан. Сырым Датұлы у табан арқылы жұққан білген кезде жандағыларға аяғын тізесіне дейін шауып тастауды сұрапты. Бірақ Батырдың аяғын шабуға ешкімнің батылы бармаған. Салдарынан отарлау саясатына қарсы күрескен қолбасшы қаза тапқан көрінеді. Адыраспан бел ауруларына ем. Адыраспан ол өсімдік, сондықтан оны тек дәрігердің нұсқауымен ғана пайдалануға болады. Адыраспанды Кавказ халқы ұйықтататын дәрі ретінде пайдаланады. Сонымен қатар белге суық тигенде адыраспан көмегімен емдеуге болады. Ол үшін кептірілген, ұнтақталған 50 грамм адыраспан шөбін шүберекке түйіп, сыртынан қайнаған су құяды. Сәлден соң суын сығып, қалтаны жылы күйде белдің ауырған тұсына басып, үстіне қыздырғыш, яғни грелканы қояды. Белді осылай күніне 30-40 минуттан бір рет булау керек.
бір қалта адыраспанды ыстық суға қайталап салып 4 рет пайдалануға болады. Адыраспан улы өсімдік болған соң, оны емге ішкен кезде аса сақ болғаныңыз абзал. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.